Еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу аса жауапты міндет деп айтқандай, озық ойлы, ұшқыр қиялды, жаны жайсаң, кең жүректі, білікті ұстаздардан білімді де білікті шәкірттер шығады. Қазіргі таңда Орал сервис технологиялық колледжінде жан-жақты, жоғары білімді, өз істерінің білгірлері болғысы келетін жас ұстаздарымыз жұмыс жасап келеді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткені жалықпас, үйретуден балаға деп хакім Абай атамыз айтып кеткендей, жас мамандарымыз әр студентке білім нәрін сусындатып, өмірлік бағыт сілтеп, өмірге кірпіш қалануларына септіктерін тигізуде. Әр студенттің жүрегіне жол тауып, олардың бойындағы дарынды аша алатын, ұшқыр ойлы, қабілетті, жауапкершілігі мол маман болу жас мамандарымыздың басты мақсаты. Әрбір жас маман педагогикалық шеберлікпен жаңа технологияларды жетік меңгеріп, заман талабына сай оқытудың қандай тиімді тәсілдерін қолдану керектігін игеріп, күннен күнге дамуда. Ұстаздық жолында жас маманның кәсіби тұрғыдан қалыптасуы еңбек пен тынымсыз ізденіс талап етеді. Тәрбие мен білімді ұштастырып, студенттердің рухани дамуын қамтамасыз етуге бағытталған жалпы адамзаттық құндылықтарды дамыта отырып, жан-жақты үйлесімді тұлға тәрбиелеу оқытушылардың басты парызы. Жас ұрпақтың салауатты өмір сүруге көзқарасын қалыптастыру, зиянды әдеттерден аулақ болу, спортқа деген құлшынысын арттыру ұстаздар қауымының аса маңызды міндеттерінің бірі. Күнделікті колледж өмірінде жас мамандарға аға буын, тәжірибелі, өз ісіне білікті мамандары